Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuh. Akide sabahının kezekli dersi. Bu derste ölgen Müslümandı kişi demey, ülken demey, günahkar demey, günahsız demey, janazasını oku meselesi жайында kıskaça aytып ötет. Ötken dersimizde aytып ötkenimizdey, Ahli Sünne vel Cemaat mezhabında adamды күнә істеген себепті кәпірге шығармаймыз деген. Егер де істеген күнәсін халалға шығармайтын болса, ол біздің назарымызда мұсылман ретінде саналады. Аллаға иман етіп, өзін Мұхаммедтің үмметі ретінде санап, мұсылманшылығын жасырмай жүрген кісі қанша күнә жасаса да біздің назарымызда мұсылман, кәпір емес. Әрине, күнә жасаған себепті күнәһар мұсылман ретінде саналады. Және де сол істеген күнәсі үшін Алланың алдында жауап береді. Дегенмен күнәһар мұсылманның жаназасы оқылады. Ол қандай күнә жасаса да Ахли Сүнна вал Жамаат мазхабында қайтыс болған жағдайда оның жаназасы оқылады. Бүгінгі дәрісіміз сол өткен дәрісіміздің жалғасы ретінде көрсек болады. Ал-Масалатул Хамиса, 5-ші мәселе, 5-ші тарау. وَمَا ذَكَرْنَا, алдын айтып өткеніміздей, أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنَازَةِ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ. Біз алдын айтып өткеніміздей, мүмин мұсылман әрбір жасы кіші демей, үлкен демей, қайтыс болған кісінің жаназасын шығаруы тиіс. Жаназасын оқуы керек. Барран кана ау фаджиран. Күнәһар болсын, мейлі игі адам болсын. Бәрібір мұсылман болса, оның жаназасы шығарылады. Лианна набия саллаллаху алейхи ва саллам, өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам салла аля жаназати ибнихи Ибрахима. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам өзінің кішкентай баласы Ибрахим қайтыс болғанда оның жаназасын оқыған еді. Валейса фиха хилафун байнал муслимин. Бұл жайында мұсылмандардың арасында ешқандай талас тартыс жоқ. Демек, Ахли Сүнна вал Жамаат мазхабында жас болса да қайтыс болған жас баланың жаназасы шығарылады. Тіпті іштен шыққан шақалақ тірі туылып, артынша шетінеп кетсе де, оған ат қойылады, жуылып, кебінделіп, жаназа намаз оқылады. Бұл Ахли Сүнна вал Жамаат мазхабы бойынша. Ал енді шииттерде жас балаларға жаназа намаз оқылмайды екен. Олардың айтуы бойынша 6 жасына толмаған жас бала қайтыс болатын болса, оның жаназасы оқылмайды. Бұл Ахли Сүнна вал Жамаат мазхабында пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям хадистеріне теріс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде шақалақ туғанда дауыс шығарып, артынша шетінеп кетсе, ол жуылып, жаназа намаз оқылады. Мұрагер ретінде есептеледі. Ал егер дауыс шығармаса, яғни өлі туылса, жуылмайды, оған намаз оқылмайды, мұрагер ретінде саналмайды деп өткен. Ғұламада өзінің кітабында пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям ұлы Ибрахим қайтыс болғанда жаназа намазына қатысқандығын да дәлел ретінде келтіріп отыр. وَمَنْ لَمْ يَرَ الصَّلَاةَ عَلَى جَنَازَةِ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ حَقًّا. Ал енді кімде-кім қайтыс болған адам кіші болсын, үлкен адам болсын, қыбла иесінен саналатын адам қайтыс болған жағдайда жаназасын оқу дұрыс емес деп есептейтін болса, фахуа мубтадиун, ол бидғатшы болып есептелінеді. Нима закарна фил мас'алати сабиқати, өткен дәрісімізде, өткен тарауда айтып өткенбіз. Анна набия саллаллаху алейхи ва саллям қала саллу аля ман мата мин ахли қибла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қыбла иесі болып саналатын әрбір мұсылманның жаназасын оқыңдар деп пайғамбарымыз бұйырып өткен. Валхамдулиллахи раббил аламин.